Саламатсыз ба, құрметті көрермен? Нейрографиканы сызу арқылы өзіңіздің бизнесіңізге клиенттерді шақыруға арналған алгоритмді беремін. Осындай А4 форматқа дәл ортасына өзіңізді дөңгелетіп сызып аласыз. Бұл мен деген сөзіңіз. Одан кейін осылай мен көрсеткендей спиральді сызасыз. Ал енді бұл клиент шақыру алгоритмі болғандықтан, осылай спираль бойынша домалатып клиенттеріңізді үстіп мен көрсеткендей сызып шығасыз. Біресе үлкен, біресе дәу. Енді клиенттеріңізде әртүрлі болғандықтан, осылай домалақтарыңызда әртүрлі болады. Неғұрлым клиенттеріңіз көп болсын десеңіз, осылай спираль бойынша домалатып, барлық ашық жерлерге домалатып осылай сызып шығасыз. Осылай спираль басталған точкадан бастап бүкіл домалақтардың үстінен осындай нейролинияларды сызып шығасыз. Кейін, мынау спираліңіз жоғалып қалмау үшін осындай үстінен қаттырақ басып шығыңыз. Ал енді сіз өзіңіздің нейрондарыңызбен жұмыс жасап жатқандықтан, сіз осы суретті салу барысында сіздің аяқ астынан басыңыз айналуы мүмкін, ұйқыңыз келуі мүмкін, беліңіз ауыруы мүмкін, және де тағы басқа өзгерістер болуы мүмкін. Сондықтан еш одан қорқудың қажеті жоқ. Ары қарай суретіңізді сала берсеңіз болады. Бұл жерде енді сіз өзіңіздің подсознанияңызбен жұмыс жасағандықтан, екі нейролиниялар бір-бірімен қақтығысып, осылай ұрысып қалмау үшін осындай гармонияға келтіруіміз керек. Суретте көріп отырғандай, тура мен сияқты қайталап, осылай қиылысқан жерлерін бәрін домалатып шығасыз. Егер жаңағы айтқандай сізде басыңыз айналып, жүрегіңіз айнып отырса, онда осылай гармонияға келтіріп болғаннан кейін барлығы бірдестен қояды. Суретті салып болғаннан кейін, қиылыстарын үстіп гармонияға келтіріп болғаннан кейін, үстіп түрлі түсті цветтерге бояймыз. Карандаш болсын, фломастер болсын, суретте цветке шектеу жоқ. Бірақ 5 түрлі түстіден асырмау керек. Мен осылай спиралімді ерекшелендіріп шықтым. Әрине, ары қарай өзіңізге ұнайтын цветтермен осылай суретті бітіресіз. Негізі бұл сурет 1,5-2 сағат салынған суретті мен сіздерге қысқаша 2-3 минутта көрсетіп отырмын. Барлығы біткен соң, сіз суретке осылай фиксация жасайсыз. Өзіңізді алғашында домалақ қып сызған жеріңізді домалатып үстінен үлкен қара маркермен басып, жан жағыңызға осылай нейролинияларды үстінен басып шығасыз.